жетіп қалдық басеке. Иә, жетіп қалдық. Солға ма? Оппа. Суға түсіп кетпесек болды. О, Мостқа қарай барсаңшы, үйіңізге мостқа ма? Жарайды, так. Мықты. дым өзгермепті, иә? Әдемі екен. Оппа. Мен үйім дым өзгермеген ғой. О. Мынаған қараңыз, маған берген машина емес па, иә, анау тұрған? Иә, аппақ машина ма? Күннің көзінен тұрғапты ғой, жақсы. Мына жақ кәдімгідей өзгеріп кетті. Шаршап кеттік қой, машина жүріп, жүрегім айнып кетті кішкене. Сол айтамын, машина кішкене андай жаңа иіс шығып тұрады да, Қытай иісі ма, андай Иә, иіс шығып тұрады. солярканың иісі шығып тұр жоқта. Кетті. Үйдің ішіне кірейік. Үйіңіз тапсалдың кайф екен, Так, мықты. Нормально. Қарны ашып кетті ғой. Үйіңізде дым өзгермеген ба? Өзгермеген, бәрі өз орнында, бір қалпы. Базар жоқ. Үйді маған сатсаңшы. Сенің ақшаң жетпейді ғой. Бұндай үйге. Маған да үй ауыстыру керек еді, негізінен бар ғой. Үй арманда жүрмін, мен негізінен бар ғой. Мына сағат әдемі, мысық. Мына қозғалады дейсіз ғой. Қозғалады, ты че мына? Базар. Кеттіге астыға түсейік. Мұнда байлықтарыңыз бар ма сізде? Конечно, бар ғой, тимесей. Ашсаңыз, давай көрейік те. Ашайын ба, ашпайын ба? Давай. Давай бүйдейік. Оппа. Ештеңе жоқ ішінде, мынау. Бірақ та, мынаның өздері білесің бе, стенаның өзі бәленбай $1,000,000 тұратын. Конечно, анау алтын ғой. Кеттік болды, шық. Үйіңізге андай охранниктер керек жоқ па? Мен жүре берейін, қасыңызда охранник. Өзім охранник болу мен. Сен де менің досымсың, бір жағынан бауырымсың. Кімдер айтқан, ана Расул дейтін немелеріңіз бар ғой, нөкерлеріңіз. В общем, мына сіздің жұмысыңыз бар емес па? Иә. Так, не болды бұл жақта? Жауа сал. В общем, мынаяқтағы немелер сатылған ғой мені. Ноутбук, в общем, барлығы сатылған. И бұның ақшасына біз не алғанын көрсетейік жүріңіз. Давай, көрсетейік. В общем, алдында Руслан, Расул дейтін жігіттер в общем хабарласады. Жүріңіз, кір. Ба. Маяқта. Маяқта тайный ход бар екен ғой, жауап қойық. Ешкім кірмейіп. Кіріп жүрмесін ешкім. Мына коробкада. Білесіз ғой, сіз не екенді? Не бар ішінде? Несі? Жоқ. Ішінде в общем темекі, анау мынау дейтін. Шында ма? Өзіңіз айтыңыз емес пе, или қалай айттыңыз? Жоқ, мен ол кезде ішіп алған едім ғой. Кішкене андай 100 граммнан ұрттап алған едім ол кезде. Аузымнан шығып кетті, мен саған қалжыңдап айтып едім. Темекі, табак, бәрін жазып қойды ғой аяқта. Ё-мо-ё, қуа деген су сен. Бұларды сен қанша қалдың? Бұларды сен қанша қалдың? Қымбатқа шыққан шығар бұлар. Білмеймін, сіздің ақшаңыз алмай. Мен де қуады екен ғой, тек сол кезде ішіп болмайтын кезде. Так, не бар мына суықтың ішінде? Ешнәрсе жоқ па? Жүріңіз мына жақта астында. Тағы да анаша андай мындай не беріп жіберген жоқсың ба заказ? Жоқ. Темекі ма только? Так, бүйір нормально. Осы тайный ходтар бар, Ого, молодец. Мына жақта енді көріңіз. Красавчик, інім-ау. Сен сияқты охраннигің болғаныма қуанамын. Охранник емес, бауырым. Үйіңіздегі ана алтындары тона кете ма деп ойладым да, ол жаққа тасып қойдым. Жоқ, кім тонайды? Үйім қоршау отыр ғой. Көнуге болмайды ғой, білесіз ғой. Бірақ қазіргі заманда ешкімге сенуге болмайды, бір жағынан. Так, мықты, красавчик. Кеттіге төбеге шығайық болды. Так, көзім көрмей қалған ғой. Мынаяқтарда не бар? Мына свет екен ғой. Білесіз ғой? Иә. Так, бұяқа. Онда жауып қойыр, жасырып бар ғой. Жоқ, жабық тұрған шығар бұл. Жүріп кірсеңіз кабинетіңізге. Кайф екен. Так, мынаяқта. Менің қызым. Әдемі өзі. Қой. Так, опа. Телевизор қосшы. Телевизор керек. Так, пульт алып.
телевизор әзірге неме орнатқан ой ема топқа суырылмаған ғой ну. жоқпыз. Интернет орнатқан жоқпыз әзірге. Интернет орнатқан соң бірақ қосамыз. Жарайды. Шаршап кеттім ғой. Так, мен үйім не болып отыр екен өзі, ой маған үй алу керек бар ғой, срочно. Мешін алу керек еще өзім бар ғой. Ойбай, сенің үйің не болып жатыр ей? Шөп өсіп кеткен, мына төсегің үй не пеле сенің, а? Так, Қарасаңшы, тамақ жоқ қой сенің үйіңде? тамақ бар ғой. Қой, Қазір пісіріп берем. ой, давай. Сенің үйіңнен тамақ ішпегелі көп болды. Аузымызды бір тамаққа толтырайық деп айтқан еді қазақ атамыз. Мына терезені қарасаңшы, ё-май. Зато ағаштан жопсам ғой, қыстың кезде. Мынаяқтан бір нәрселер кіріп кетті ма? Тесіктерден. Не, шыбын жерге кіріп жүре береді бұл жерден. Так, тамақ, оппа, әкел. Отырағыңыз ма? Оппа. Что там 100 грамм дейтін кері? Жо. Өткенде ішкеннен енді ішпеймін дедім ғой. Тағы да аузымнан бір нәрсе шығып айтып қойсам саған. Соны заказ беріп сен де товар алып. Мен қайда білеймін, мен бизнеске жақын емес адаммын да, просто сіз айттыңыз деп, мен сіздің бір ауыз сөзіңіз, мөлдіреген көзіңіз дегендей. Түсінем. Кеттік не істемедік па? Машинамен бір қыдырып, немесе бассейнге ма бір жаққа түсу керек еді, кеттік. Бассейнге түсу керек еді, осы кай. Хопа, түс давай. Красавчик, мен артынан түсейін. Ё-ма, терең бассейн ғой мынау. Неше метр? 3 метр ғой бұл. Ё-моё. Иә. Ё-моё. Ема, Қорқып кеттің бе сен итерген кезде? паника болып кеттім ғой кәдімгідей. Давай, тағы да. Жо. Жарайды. Кеттік гаражына кірейік. Гаражда не отыр? Ема, гараж. Жаңғапты ғой. Яқтан мотор. Бір жаңа мотор орнату керек еді машинамызға. Сен машинаң жүріп тұр ма өзі? Оппа, жүріп тұр екен ғой. Уақытында орнына қосылып. Тимей ақ қойық, сен өзің айдейсің ғой бір күні. Жұмысқа барған кездерде. Иә, сол. Айтпақшы. Ау. Кедей. В общем ше, осыдан 3 күн бұрын бар емес па? Маған бір балалар құтырған. Жоза? Басқа районның балалары, прикинь. Соны барып қайту керек па? Сен бизнесің өтірік, біреудің бизнесін ұрлап алғансың, халықтың ақшасын жейсің деп айтады маған, прикинь. Аналар ғой, айттыңыз ғой сіз, жаңа жолда, базарда жұмыс істейтіндер, өшіміз. Е? Бүйтейік та, менде бір план бар. Қандай? Давай, кеттік. Одан намыстанып кеттім мен кішкене, ё-май, мен плагиатчик деп ойлап қалды ғой. Жүріңіз. Не әңгіме бар айтсай бізге де. Өшім бар ғой, қазір не істейік, кішкене демалайық та, оружиелерді алып екеуміз базарларын тонап кетейік, смело. Давай. Жақсы идея. Сосын көттеріңіз. Түнге жақын ұрлау керек, Кешке таман. Кішкене түн батқан кезде асықпай шпиондар сияқты тонап кетпедік па? Сосын саған 50% долясын берем ғой, неме уайымдамасай. Мен үйіме барып дейм алайын, ошол үйімді көріп кішкене саңып қалдым да бағана. Давай. Давай, сау. Бүгін кешке тонаймыз или ертең ба? Давай, ертең. Ертең ба? Жарайды, бүгін онда тынығып демалып алайық. Давай. Давай.